Алла тағаланың құдіретімен енді отбасы Алла берген баға жетпес үлкен нығмет деп жатамыз осы уақыттарда. Мысалы әрбір отбасының өзінің құндылықтары бар, сол секілді Құранда да айтады, құдірет шексіз көрсететін айқын дәлелдердің бірі бауыр басып, жандарын жай тапсын, өз үшін болмыстардың жұбайлы жаратып, араларына сүйіспеншілік һәм мейірімділік енгізсе, бұндай қауым үшін анық дәлел мен талай ғибрат бар дейді. Яғни адам баласы бір-біріне сүйіспеншілікпен, махаббатпен қарау екен. Енді сол сүйіспеншілік пен махаббаттың нәтижесінде ер мен әйел арасында қарым-қатынас та байланысқа түседі. Әйел дәрежесін төмендету емес, әйел дәрежесін енді ол заманда солай болған шығар. Қазір енді атаған әйел кісіні адам атаның өз болмысы секілді жаратқаннан кейін, яғни ер адам Құранда әйелге қамқоршы, жанашыр, отбасының тірегі, асыраушы ретінде баяндалады ғой. Алла тағала жандарың жай тапсын деп отбасындағы ер мен әйелді сүйіспеншілікпен, махаббатпен жаратқан. Енді олар сендер үшін, сендерді күнәдан тиятын, жан мен тән рахатына бөлейтін һәм көрікті қылатын, сендер олар үшін дәл сондай киім секілдісіңдер деп Бақара сүресінде айтады. Әйелді нәпақасымен қамтамасыз ету, қорғау, тәрбиелеу адамның міндеті болғандықтан, нағыз ерлер әйелдерге басшы һәм сондай бір қорған болғанда, енді сондықтан бір-біріңізге де махаббатпен, мейірмен, шынайы отбасында бір-біріңізге сүйіспеншілікпен қарап өмір сүретін болсаңыздар, өмірдің әр сатысынан көтерілу, жан-жақты болу, және де Алла тағаланың осы бір нығметіне таң атқаннан кеш батқанға дейін түрлі нығметтердің болмысында бір-біріңізді жақсы көру. Яғни Алла тағала өз болмысына өзіне ұқсаған жаратылыс жаратты. Ал екінші, Хауа ана мен адам атаның жүрек тұсында жақын араласқан қабырғаның хасир, адамдар бір-біріне жан-жақты кісіден һәм ойдан жұбын жаратып екен көптеген нәрселерді көріп бітті дейді. Сондықтан шынайы түрде бір-біріңізге махаббатпен, мейірмен қарауды және де бір-біріңізге деген сүйіспеншілікпен үлкен жетістік әлем бағындыруды түсіндіріп жатыр. Әйелдер жақсы қарым-қатынаста болыңдар. Арасында әйел адам қабырғадан жаратылды. Қабырғаны қисықтау жері үстіңгі жағы. Егер оны түзеймін десең, сындырып аласың. Ал егер сол күйі оны қабылдасаң, қысық күйінде қалады. Әйелдер жақсы қарым-қатынаста болыңдар деп айтқан екен дағы. Сондықтан бір-біріңізді бағалаңыз.